Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, дәл осындай самса дайындайтын боламыз. Дастарханыңыздың сәнін кіргізетін самсалардың түрі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай 3 начинкамен немесе 2 начинкамен дайындасаңыздар болады. Алдымен маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып алатын боламыз. 2 жұмыртқа, кез келген май бола береді. Суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Енді майымызды қырғыштан өткізіп, ұнға аунатып отырып, қырғыштан өткізіп аламыз. Мен 200-300 грамм сармай қолдандым. Майыңыз қанша көп болса, сонша жақсы шығады. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Менде май холодильниктің үсті жағында тұрған. Негізі морозильникте тұрса жақсы, қолымызға да, қырғышымызға да жабыспай, жақсы қырғыштан өткізетін боламыз. Енді жақсылап ұнмен араластырып аламыз. Ұнмен араластырып болғаннан кейін жұмыртқамызды салып, суымызды құйып, қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Өзде әдемі болады қамырымыз, май қосылғандықтан үгітілмелі болып жақсы шығады. Бір жұмыртқаның сарысын алып қоятын боламыз. Самсамыздың бетіне сүрту үшін енді суымызды құя отырып, қамырымызды илеп аламыз. Судың барлығын құйып жібермейміз. Көріп тұрғандарыңыздай аз-аздан құйып отырып, илеп аламыз қамырымызды. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленді. Енді 20 минутқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып 20 минутқа қалдырып, начинкасын дайындап аламыз. Мен алдын ала начинканың барлығын турап дайындап қойдым. Осылай асқабақ, картошка және де ет пен пияз қосып, бұрыш салдым, қара бұрыш, тұз салдым. Қалғандарына картошкаға аздап тұз, бұрыш салдым дағын. Асқабағымыз дәмді болу үшін аздап құмшекер салдым. Енді қамырымызды осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Қамырмен істеу өте оңай. Тез формаға келе береді, жақсы жайылады. Ешқандай ұнды қажет етпейді, жабысып қалмайды. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып, салмамызды салып, видеодағыдай етіп, бүгіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осы ретпен бүгіп алатын боламыз.
Енді өзінің арнайы осындай таяқшалары болады. Соған кіргізіп алатын боламыз. Менде үлкен болып кеткендіктен екеуін ғана кіргізіп қоя салдым. Кейінгі міне көріп тұрғандарыңыздай екеуіне 3-3-тен кіргізгенбін. Самсаны осылай қылып бүксеңіздер, ұсынсаңыздар, дастарханға қойсаңыздар болады. Жиындарда тамаша идея. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді жұмыртқаның сарысын жағып алатын боламыз. Үстінен күнжіт немесе мак сепсеңіздер де болады. Мен күнжіт сеуіп шықтым. Енді духовкамызды 250 градус немесе 200 градуста қызып тұрған печкаға пісіріп алатын боламыз. Пісіп жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Неге пісіп шықты, асты үстін қызартып пісіріп аласыздар. Егер рецепттерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Өте дәмді болып шығады, көріп тұрғандарыңыздай. Ыстық күйінде жесеңіздер, сочный болып шығады. Енді картошка қосылғанды көрсетем. Бөліп, қатты болмаған, тестамыз өте жұмсақ, үгітілмелі болып тұр. Ыстық болғандықтан бөліп көрсетуге қиындау. Бұл шығып көріп тұрсыздар. Рецептерім ұнаса тіркеліп кетіңіздер.